Бұл хадис, Муаз ибн Жабалдан жеткен хадис қой. Негізі ол өте күшті хадис. Діннің негізін түсіндіретін хадистердің бірі ғой. Муаз ибн Жабалдан пайғамбарымызға есекте мінгесіп келе жатады ғой, пайғамбардың қарапайымдылығы. Сахабаларына мінгесіп келеді, сонда пайғамбарымыз сұрақ қояды. Муаз ибн Жабал өте білімді сахаба болған ғой. А'ламукум бил харами вал халал Муаз ибн Жабал деп келеді хадисте, сендер ішінде халал харамды ең жақсы білетін Муаз ибн Жабал дейді. Фақих деген сөз ғой, фиқ ілімін өте терең біледі деген. Пайғамбарымыз оған өзі сұрақ қояды. Муаз ибн Жабалға. Өйткені ол білім егесі ғой, ертең басқаларға тарататын пайғамбарымыз өте жақсы біліп отыр. Атадри ма хаққуллахи алал ибад ва хаққул ибади алаллах. Муаз айтады, сен білесің ба, Алланың құлдарындағы хақысы, құлдардың Аллахтағы хақысының не екенін білесің ба деп Муаз ибн Жабалға сұрақ қояды. Ол кісі Аллах және оның елшісі біледі дейді. Сонда айтады ғой, хаққуллах алал ибад, Аллахтың құлдарындағы хақысы айябудуху ва ла юшрику бихи шай'a. Аллахқа ғибадат жасауы ешқандай серік қоспастан. Осы ғой Алланың хақысы. Аллахтың бізден талап ететін нәрсесі осы. Аллахтың бізден талап ететін нәрсесі осы. Ең негізгісі. Одан кейін қалғандар енді соны қуаттайды, көркемдейді деген сияқты. Аллахқа серік қоспай ғибадат жасау. Болды, бұл кәдімгідей. Құран бойынша, хадис бойынша, бүкіл пайғамбарлардың үйреті бойынша қатып қалған негізгі қағида осы. Дін дегеніміз осы. Дін дегеніміз Алланың хақысын білу. Бізді жоқтан бар етіп жаратқан жаратушымыздың хақысын білу, дін содан басталады. Дін енді сақалдан, басқадан емес, Алланың хақысын білуден басталады ғой. Одан кейін, бірақ енді хадистің жалғасы вообще ол мүлдем күшті. Өйткені ар жағында не деп келеді? Енді Алланың хақысы түсінікті. Біз пендеміз ғой. Алланың бізде хақысы бар екен, оған ғибадат жасау керек екен, оған серік қоспай ғибадат жасау керек екен. Біз оны түсініп алдық. Бірақ хадистің жалғасы ол, енді біздер жай адамдар болған екен, оны сезіне алмаймыз, бірақтан үлкен ғалымдардың көзіне жас келтіретіндей жалғасы ғой. Не деп келеді? Ал енді хаққул ибади алаллах. Құлдардың Аллахтағы хақысы дейді. Біз Құдайдан не талап етеміз? Ештеңе талап ете алмаймыз ғой. Құдай сен бүйтесің, сен Құдай бүйтесің деп ештеңе талап ете алмаймыз. Бірақ Аллах Тағала өзінің құдіретімен соны қойып қойғанда, бізге талап ететін мүмкіндік беріп қойған не нәрсе? Алла юазиба ман ла юшрику бихи шай'a. Өзіне серік қоспаған адамды азаптамау. Өзіне серік қоспаған адамды азаптамау. Азаптамайды деген сөз, жәннатқа кіреді деген сөзден де жоғары деп есептейді ғалымдар. Сол үшін ертең Аллахтың алдына барған кезде ешқандай серік қоспай барған адамдар, Аллах Тағала, өзіңе серік қоспасаң азаптамайым деп едің ғой деп бір нәрсе айтуы ықтималды. Ал енді пайғамбар, әруақ, әулие, күн, ай, кейбіреулер өзінің жеке басына табынады, кейбір дүниеге табынады, саясатқа табынатындар бар, адамды Құдай қылғандар бар. Олар не талап етеді Құдайдан? Ештеңе айта алмайды ғой. Ештеңе айта алмай қалады да. Сол үшін шынымен де ең жақсысы, ең біріншісі ол ла иляха илlallah. Жоғарыда бір хадис айтып отырсыздар ғой енді.
Аллахтан дозаққа харам етті, сондай бір жайлы, жеңіл, адамдарға жақын адамдай, иә. Ол мұсылман адам ғой, серік қоспайтын адамды айтып отыр ғой. Аллахқа серік қосып қоятын болатын болса, оның уже мінез құлқы оны тозақтан құтқармайды. Аллахқа серік қоспайтын болатын болса, онда ол және мінез құлқы жайлы болатын болса, жәннаттың төрі сол адамдікі ғой, дәреже сол адамдікі. Жалпы таухид ұстаған мұсылмандар 3 деңгейден тұрады. Күллүхум фил жанна, тәпсірлерде ғалымдар айтқан сияқты бәрі жәннатта болады дейді. Бірақ енді жәннатқа кірулері әртүрлі болады. Бір мұсылман бар, бір Аллаға сыйынады, құлшылығын түгендейді, бірақтан жаңағындай кішкене аздап дейміз бе, әлде көптеп дейміз, қателіктер болады. Тілмен қателік жібереді, ғайбат, өсек, малмен қателік жібереді, харамнан алып қалуы мүмкін, болмаса біреудің дүниесін жеп қою мүмкін деген сияқты, кісінің хақысын жеп дегендей. Осы күйінде болады, болмаса кей кезде бір ойын күлкіге берілем деп артық кетіп қалуы мүмкін. Сондай кісінің хақтарына ішінде арақ ішіп қою мүмкін бір өзі. Бірақ Аллахқа серік қоспайды, құлшылығын түгендеп жүргеннен кейін бұлар да жәннатқа кіреді, бірақ есебі болады. Аллах кешіріп отқан болса, кіреді тікелей жәннатына. Болмаса есебін алады, жаңағы кімнің адамның хақтарын мойнында қалып кетеді ғой, солар кешіре ма, кешірмей ма, соған қарап отырады. Енді жаңағы Фиқул Акбар деген кітап бар, ақида кітабы, Ханафи мазхабында оқылатын. Абу Ханифа жазған деп айтады кейбір ғалымдар. Сол кісінің кітабында деген сияқты кейбір мұсылмандар ішінде тозаққа түсетіндер де болады дейді. Аллах кешірсе тікелей кіреді, болмаса жаңағы есептің бәрін беріп, қиналып, қатты есеппенен, болмаса тозақтан сол кеткен қателіктер үшін есебін өтеп, сөйтіп барып кіреді. Екінші мұсылмандар бар. Бұлар жеңіл есеппен жәннатқа кіріп кетеді. Бұлар бір Аллаға сыйынады, 5 уақыт намазы түгел, Аллахтың парыз деген нәрсесін орындайды, харам деген нәрсесінен тыйылады. Олар 5 уақыт намазы қаза қылмайды, 30 күн оразасын жібермейді, 40 байып кетсе 40 қойдан бір қойын береді деген сияқты. Бірақ енді андай бір нәпіл құлшылықтарға онша жоқ. Дүйсенбінің, бейсенбінің оразасы дегендей, ай толып ораза тұтып жіберейін деген сияқты, тағы бір артықша қылып жіберейін деген сияқты, 40 қойдан бір қойын кеміспейді, жаңағы зекеті келетін болса беріп қояды. Бірақ тағы біреу келетін болса, ойбай сен пәленшеге бір қой беріпсің, енді бала шағам береді, сорпа суым жоқ еді, маған берсе, бар жұмыс істе дейді. Мен беретін беріп қойын дейді. Сөйтіп не алады жаңағындай. Бірақ парыздарды орындайды да, харамға түспейді, арақ ішпейді, зина қылмайды деген сияқты. Бұлар жеңіл, есебі жеңіл болады дейді. Бұлардың көпшілігі дозақ көрмей жәннатқа кіретіндер. Дозақ көрмей есебі болады, бірақтан дозақ көрмей жәннатқа кіріп кететін адамдар деп атайды бұларды. Бұларды Құранда мұқтасидтер деп атайды. Уәдесінде тұрғандар дейді ғой. Одан кейін үшіншісі топ бар, мұсылмандардан сабиқун бил хайрат, жақсылықта озғандар дейді. Озаттар деп қояды. Олар жәннатқа кіреді, есепсіз. Бұлар енді бір Аллаға сыйынып 5 уақыт намазын оқиды, парыздарын орындап харамнан тыйылады, одан кейін ылғи қайерде сауап бар, соған асығып жүреді ғой. 40 қойдан бір қой зекетін беріп қойған болатын болса, бір туған туысқан ойбай қиналып қалдым десе, мә саған және бір қой деп, сол 40 қойдың 20 қойын таратып жіберуі де мүмкін да, 10-ын таратып жіберуі мүмкін, қайырымдылық істерді деген сияқты. Жомарттығыменен 30 күн оразадан бөлек нәпіл оразаларды, ойбай Шәуәлдің оразасын ұстасаң 1 жыл болады екен деп, Шәуәлдің оразасына жабысып алуы мүмкін, дүйсенбінің оразасына жабысып алады деген сияқты. 10 сүре жатқа білетін болса, келесі оразаға дейін 20 қылам деп және жаттап жүреді. Осындай.
5 вакыт намаздан бөлек тахажжудка тура салат. Духа намазын окугусу кеп турат. Дәрет алгандан кийин жана намаз окуп тастагысы кеп турат. Ылгый бир Кур'ан, хадис десе кумартып жүрөт. Ошо жакшылыкка жарышып жүрөтүндөр болот. Булар жаннатка киреді тикелей. Одан бөлек жаннатта буларга дәреже берилет. Жогорку дәрежелер берилет. Олардын курмети ерекше болот. Олардын нәсибелери ерекше болот. Олардын конагы да ерекше болот. Пайгамбарларга конакка барат, пайгамбарлар оларга конак келет дегендей. Булардын дәрежеси жогору болот. Бирок тавхид ұстаган үчүн 3 топто түбү жаннаттын адамдары.